Сыр қосылған нан жасаймыз. Бір ас қасық дрож саламыз, жылы сүт, жақсылап араластырып 5 минутқа бетін жауып қоямыз. 5 минуттан соң дәміне қарай тұз, жұмыртқаның сарысы, ерітілген сары майды салып араластырып аламыз. Онды аз-аздан салып, қамыр илеп аламыз. Қамыр жұмсақ болып шығуы қажет. Қамырды 20-30 минутқа ашытып қоямыз. Начинкасын дайындаймыз, сырды үкіштен өткізіп, жұмыртқаның ағын саламыз да араластырып аламыз. Қамыр ашыды, енді оны 2 бөлікке бөліп, ішіне сырды салып, дөңгелек формасында жайып аламыз. Қамырды жаю барысында осындай көтеріліп қалған жерлерін вилкамен тесіп қоясыздар. Артылған сырларды бетіне қойып 180 градуста 20 минуттай пісіреміз. Сыр қосылған нанымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, жұмсақ, дәмді болып шығады.